Обращение жігіттер барлықтарың, мен осы футболдың темасын 2016-17-тен бері көтеріп келе жатырмын да. Сол 2016-17-тен бері сол араларынан неужели одного мужика не нашлось? Бүткіл футболдың сообществосынан барлықтарың енді ауылдан шығасыңдар өздерің. Вы же бәрің ауылдың балаларысыңдар ғой. Неужели не видите? Жол жоқ ауылда, медицина жоқ, больницы страдают, скорый помощь машиналары жоқ. Жұмыс жоқ, ауылдың бәрі бычыт болып жатыр, қалалар ауыл емес, бүткіл қалалардың бәрі бычыт болып жатыр. Не жұмыс жоқ, жастардың бәрі не знает чем заниматься. Бәрі қаңғырып жүрген адамдар, солның бәрін сендер көріп, неужели среди вас вот за столько лет я вот ждал одного мужика среди футболистов бүйтіп шығады, не жігіттер. Бүгіннен бастап біз бұна халықтың ақшасын алған тоқтатайық. Не 30 жылдан бойы футболға 1,5 миллиард ақша кетті. Көрсетіп атқан не результатымыз жоқ, не ұтып атқан не бір жарысымыз жоқ, не медаль алып келмедік. Әлем бойынша 99-шы 100-ші орында тұрмыз. Біз мұнан халықты тонағанды, халықтан коррупцияның бір түрі ғой, сол халық тонағанды тоқтатып, давайте өзіміз спонсор тауып, айтып, бейтіп, шамамыз келгенше өзіміз халықтың ақшасына тиіспей, давайте результат көрсетейік деген сондай бір мықты бір жігіт мужик шыға ма деп күтіп